Құрметті ұстаздар, сіздермен қазір біздер БЖБ жазып үйренетін боламыз. Ең бірінші өзіңіздің пәніңізге өтесіз. Мысал үшін физика пәніне өтейік. Осы жерден БЖБ дегенді таңдаймыз. Так, мына жерден міне БЖБ физикасы деп тұр. Осы жерден БЖБ тақырыбын таңдаймыз. Мысал үшін біздерде тартылыс заңдары дейік. Тартылыс заңдары. Кез келген бір өзіңіздің бөлім бойынша тақырыбыңызды жазасыз. Сол бөлім бойынша тақырыбыңыздың нақты деректерінде толық жазып өткеніңіз дұрыс. Содан кейін біздерде сыныбын таңдайсыз. Одан кейін генерацияға жібересіз. Сосын бізде БЖБ-ның тақырыбы, оқу мақсаттары, бағалау критерийлері, ойлаудағылардың деңгейлері, орындалу уақыты, тапсырмалары, дұрыс жауаптары, бал қою кестесі. Осының барлығы сіздерде бір 2 минуттың ішінде шығатын болады. Міне біздерде дайындалып жатыр. Міне тартылыс заңы. Тартылыс заңының формуласын да шығарып берді мына жерден. Одан кейін тапсырмалы мысал теориялық сұрақтар. Ньютонның бірінші заңын түсіндіріңіз. Ньютонның екінші заңның формуласын жазып, оның әрбір компонентін түсіндіріңіз. Гравитациялық күшті түсіндіріңіз деген сияқты қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар біздерде шықты осы жерде. Одан кейін есептер шығару. Массасы 5 кг денеге 10 ньютон күш әсер етеді, дененің үдеуін есептеңіз. Осы секілді тапсырмаларды платформа өздігінен құрастырып береді. 99% болды. Қазір мына жерде 100%-ға толғаннан кейін бірден сақталып ала берсек болады. Сосын мына жерден дәл басқа бөлімдер секілді экспорт деген батырманы басасыз да өзіңізге сақтап аласыз. Міне біздерде барлық тапсырмалар шықты. Енді дұрыс жауаптар мен бал қою кестесі ғана қалды. Міне. Бір дұрыс жауапты тест тапсырмалары. Сөздерді суретпен сәйкестендіру. Мына жерге суреттеріңізді қойып алсаңыздар болады. Формуланы анықтап есеп шығару. Міне сіздердің тапсырмаларыңыз бойынша бағалау дескрипторлары. Енді осыны біздер экспорт батырмасын басып сақтап аламыз өзімізге. Тағы да загрузить файлды басамыз. Міне біздің загрузка бөлімімізге БЖБ-міз түсті. Енді БЖБ-мызды стандартты форматта техникалық талаптарын дұрыстап алғандарыңыз дұрыс. Себебі оқушыларға орындаған кездерде ыңғайлы болуы үшін. Міне, біздерде шықты. Нақты тапсырмасын ғана алып қалып, басқа бөлімдерін өзіңізбен қалдырсаңыз болады. Осымен біздерде БЖБ жазу бөлімі аяқталды.